Қарлығаш. Қарлығаштың қанаты ұзын, жіңішке, құйрығы 2 айыр. Бауыры ақшыл, арқасы қоңыр, жасыл жылтыр. Антарктикадан басқа жердің бәрінде мекендейтін 80 тағы басқа да елдер аймағында 9. Оның ішінде Қазақстанда 4 туысқа жататын 5 түрі кездеседі. Ұя басатын қарлығаштардың бәрі жыл құсы Африка мен Оңтүстік Азияға қайтады. Қарлығаштар жылына 1 рет қыста түлейді. Екінші жылы ұрпақ береді. 2-2-ден, кейде таптанып шыңға, тікіжарға, құрылыстарға, кейде ағашқа жапсыра топырақ пен сазды сілекеймен араластырып ұя салады. Ішіне майда шөп, қауырсын, мамық төсейді. Кейбір түрлері тік жарларға ін қазады. Ұяны тостаған тәрізді жоғарғы жағын ашық етіп те қап, дорба тәрізді кіріп шығатын тесік қалдырып та жасайды. Ашық ұядағы жұмыртқа қара деңбілді, шұбар, жабық, ұядағы жұмыртқа ақ түсті болады. 2 немесе 8, көбіне 4 пен 6 жұмыртқа басып жылына 1-2 рет балапан шығарады. Зиянды жәндіктерді әсіресе шыбынды өте көп жеп үлкен пайда келтіреді. Сондықтан оны қорғау алынған. Қарлығаш тұқымдасы. Торғайлар отрядында жататын құс тұқымдасы. Басқа құстардан бір ерекшелігі жемін ұшып жүріп ұстайды. Суды да ұшып жүріп ішеді екен. Ата-бабаларымыз қарлығашты ежелден жақсы көрген. Қарлығаштай сүйкімді, еңбекқор, ақылды болсын деп қыздарына қарлығаш деп ат қойған. Қарлығашқа көптеген аңыз ертегі, мақал-мәтел, жұмбақтар, жыр жолдарын арнаған. Аңыз ертегілерде қарлығаштың адамдарға жасаған көмегі айтылады. Мысалы, қарлығаштың құйрығы неге айыр ертегісі. Төле бидің қалай қарлығаш би атанғаны туралы аңыз. Қарлығашқа қатысты көптеген ырым-жорамалдар да бар. Мысалы, қарлығаш биіктеп ұшса, күн ашық болады. Жер бауырлап ұшса, жаңбыр жауады. Қарлығаш жылы жақтан оралған кезде қораға қонса, қой егіз туады. Ақ мол болады. Ал үй жақтауына немесе шатырында қонса, сол үйдің жан басы көбейеді. Түсіңде қарлығаш көрсең, бақытқа кенелесің деген.